болашақта ұлымыз болса, атын Қазбек деп қоямын. Қазбек? Неге Қазбек? Қаз дауысты Қазбек би сияқты болады ғой. Қошей, қазіргі заман балалары Қазбек би де болады деп емес, басқаша қабылдайды ғой. Болмайды Қазбек. Бұл қабылдаса не болыпты? Болады. Өшірші. Аслан. Аслан, өшір. Не болды? Өшірші. Өшірші. Нені өшір? Бөйнекті. Қайта рахмет айтпайсың ба? Осы қаздардың даусының арқасында тұрдың ғой бар. Жұмысыңа басшы бар. Нан әкеп тастайыр. Иә, уақыт болмай кетті. Бізге мектепке комиссия келіп жатыр ғой. Иә. Айтпақшы бар ғой, соңғы уақытта басым қатты айналып жүр. Ой, мына неме деген бәле болды. Кішкене жүрсем болды, басым айналады. Айтпа, сол үшін өзіңе қарап жүрсе, дәрі қабылдап ем алып жүрсің ба? Жоқ, қабылдап жүрмін ғой енді. Мә, таңертең ұйқыдан тұрсам, аяғымда ісік. Ол неден болған? Білмеймін. Аяқ киім сыймай қалды ғой. Қазірдің өзіне прям әрең жүр. Досым, сен мені бұл өмірден түсінбей кететін шығарсың бар ғой. Бұл қоя салу керек қой, бір болмағыз. Мен басқа не ғой? Қыз көп қой. Иә, қыз көп қой. Бірақ Дана сияқты қыз жоқ қой, өзің білесің ғой. Мирас, не қалды? Данапай, не болды Данапайға? Екі ретке кете ма? Жоқ, Данапай, айтсайын не болды? Данапайда ісік бар екен. Ісік? Оны қайдан білдің? Бағана апай телефонмен сөйлесіп жатқанда ісік туралы айтып жатты. Өз құлағыммен естідім. Ей, не үшін мұнда, не үшін? Мирас, сен мұнда не... Данапай! Жарайды болыпты. Давай, сосын хабарласам. Данам. Ағай! Данапай талып қалды, сыныпта жерде жатыр. Не? Қашан? Сыныптағы көмектесіңізші. Дана, көзіңді аш, Дана. Айттым ғой сендерге, апайымыз қатты ауырып жатыр деп. Ода ісік бар. Сендер маған сенбейсіңдер. Жандос, тыныштық па, не болды? Білмеймін, жаңа сыныпта есін танып құлап қапты. Болды. Хорошо. Болды, шыға тұр. Қазір уайымдама.
отыра беріңдер. Ағай, Дана апайдың жағдайы қалай? Дана апайдың жағдайы жақсы. Уайымдамаңдар. Дана апайдың орнына бүгін мен болам. Сосын балалар Дана апай қалай құлап қалды? Білмейміз ағай. Ол сыныпқа кірді, и сразу құлап қалды. Біз кінәліміз. Егер де біз шуламай тыныш отырғанда, бұндай болмаушы еді. Негізі ағай, Ау, Мирас? апай жайды-жай құлаған жоқ. Қалай сонда? Мен сыныпқа келгенде апай біреумен сөйлесіп жатты. Сол кезде ісік туралы айтып жатты. Ісік? Білмеймін, өзінде пайда болған ісігін айтты. Шөндер, отыра беріңдер, мен қазір келем. Жас ма? Досым, сен бұны ағайға айтқан дұрыс деп ойлайсың ба? Не дегенмен үлкен кісі ғой, бір алып тауып көмек береді. Мирас, сен бәрін дұрыс жасадың. Маған не болды? Жаңа сыныпта есіңізден танып құлап қалыпсыз. Жандос ағайын бірден осында алып келді. Жарайды, рахмет. Кішкене отыра тұрыңыз, 5-10 минут. Есіңізді жиып алыңыз. Жоқ, мен сауық бара келейін. Негізі, Дана, 1-2-3 күн демала тұрсаңыз дұрыс болады. Кішкене өз-өзіңізге келіп аласыз. Алам ғой. Рахмет. Өзіңді қалай сезіндің, тұрсың? Жақсы. Біз балалармен қатты қорқып кеттік. Я, рахмет сізге. Медпунктта айтты. Точно барлығы дұрыс па? Егер айтылмай жүрген бірдеңе болса, маған айта берсең болады, мен көмектесуге дайынмын. Жандос, көмектескің келсе артық сұрақ қоймай-ақ қойшы. Не болды саған? Мен таза жүрдім. Кішкене серуендеп қайтайын, я менде сабақ. Жанында бола отырайын, вдруг тағы да құлап қалсаң. Рахмет, Жандос ағай. Сондай мейірімдісіз. Абылап жүрші тек. Жандос, қалайсың? Жақсымын. Өзің қалай? Жақсы. Бүгін прям доктор Айболит болыпсың ғой. Менің Даночкама көмектесіп, алғашқы көмегін беріп. Рахмет. Оғаш жоқ. Менің орнымда кез келген адам солай істейтін еді ғой. Қойшы. Если что, бір тиын тебеңді салып жіберемін ғой. Там сушняк-пушняққа керек қойса, физруксың ғой енді. Сәлеметсіздер ма, балалар? Тұра беріңдер. Апай, қалыңыз қалай? Біз сізді қатты уайымдап кеттік. Рахмет, бәрі жақсы уайымдамаңдар. Сонымен сабақ жалғастырайық. Апай, Жандос ағай болмаса не істер едік? Жандос ағай сізді қатты уайымдады ғой. Жандос? Кешір. Тақтаға бүгін күн нешесін жаза қойды. Қанеке сөзді аяқтап, сабаққа кірсек, е? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз материктер. Қане, бүгін нешесі? 21. Иә, дұрыс айтасың. 21. Ағай осында настроениесі жоқ қой. Не болды екен? Кеттік. Ағай, не көңіл күйіңіз жоқ? Балалар, сабақ бітті ме әлі? Иә, ағай, бітті. Бәрі жақсы уайымдамаңдар. Ағай, сіз Дана апайды уайымда тұрсыз ғой, а? Ағай, бізден не көмек қажет? Біз де апайды қатты жақсы көреміз, біз де көмектескіміз келеді. Иә ағай, айта беріңіз, біз бәріне дайынбыз. Апайды көрдіңіз бе? Сізге не айтты? Ештеңе айтқан жоқ. Сол ісік дегенге ойланып отырмын. Ағай, болмаса барлығымыз бірігіп ақша жинайық. Мирас енді қалған оқушыларға ақша жинау еді. Еш нәрсе қылмайды ағай. Итокта әлі ілінбеген пердеге ақша жинадық қой. Сол перде қашан іледі екен? Қойш Нұрдәулет. Сонымен қандай ойларың бар? Ағай, телефонмен ақша табу әшейін сән ғой. Сбор ашайық. Сбордан бөлек те біз ақша жинай аламыз. Солай дұрыс болады деп ойлайсыңдар ма? Иә ағай, біз шынымен көмектесе аламыз. Жақсы, онда неден бастаймыз?
Бірінші Инстаграмға, ТикТокқа, Дана апайға көмек керек деп парақшалар ашамыз. Дұрыс айтады. Одан кейін барып реквизиттер жазып, адамдарға сол жерге ақша жіберуін сұраймыз. Жақсы, бірақ одан бөлек не жасай аламыз? Айтпақшы, Үміт, Тұраяна, сендер бізге пирожкиге, самсаға, үй жұмысын жасап беруші едіңдер ғой. Иә, жасайтынбыз. Оны дәл осы жерде айту керек па? Это же бизнес. Вот именно осы бизнесті басқа класстарға істеу керек. Молодец, сабақ неге осылай оқымайсың? Нұрдәулет, Сбор аштық. Қыздар үй жұмысын жасап береді ақшаға. бірақ ол қаражат жетеді деп ойлайсыңдар ма? Иә, дұрыс айтасың. Тағы да жолдар керек. Біз Дариға екеуміз тәттілер пісіріп әкеле аламыз. Иә, ыстық пәліштер, кекс, блинчиктер. Мәссаған, ақша жинап болған соң ауысып жатса, біз де жейікші. Жейсің. Бірінші апайымыздың еміне жинап алайықшы. Балалар, сендердің бастарың қосылса, мықты команда шығады екен ғой. Ендеше уақыт созбай барлығын іс жүзінде көрсетейік. Ағай, сіз тек бізге поддержка берсеңіз болды. Қалғанын бәрін өзіміз қатырамыз. Ендеше не тұрыс, апайға көмектесіп басайық. Рахмет сендерге. Яғалейшін. Жаратылсан одан бүгін бұжы бөлмейді. Досым, мына пирожкилер тәтті екен, Айтпаш, мына пирожки үшін 300 теңге емес, 300 мың теңге беруге дайын ғой мен. Пирожкиді қаяқтан алып атсыңдар, буфетте бітіп қалып еді ғой. Ана бегамай сатып отыр. Мына пирожкиді жеген де арманда, жемеген де арманда. Кеттік алып қатияқты. Мен жақсы жоқ. Қорықпаса өзім төлеймін. Мә досым, точно 2 аламын мен. Мен 5-ке шығатындай, Алге бірақ қиын негізі. Айтпаш, дискриминатты түсінем деп, кітапта мың рет оқып шықтым. Бәрі түсінбедім. Сендерге үміт берейін бе? Үміт, бізге үмітіңді берші. Ай, қарыш. Ладно, күле беріңдер. Екі алғанда қалай күлетіндерін көреміз. Қыздар тоқтаңдаршы. реально көмектесе аласыңдар ма? Конечно, көмектесеміз. Бірақ тегін емес. Енді? Bir есеп 500 теңге. Қымбат емес па? Ладно, жүрші. Тоқта. Келістік қыздар, 4 есеп бар. Все, есептерің дайындар деп ойландар. Кәне, көрсетші. Алтыға бөлік қанша болды? Қанша болды? Енді соны баған түрінде көп. Ертең сабаққа тұз карталарын ұмытпаңдар, иә? Басқа балаларға да айтыңдар соны. Сосын сау болыңдар, бала, болды. Данапай. Не жандос, не керек саған? Қалың бәрі жақсы ма? Мен саған айттым ғой, менде бәрі жақсы. Жақсы деген ол жақсы. Оны 10 рет сұрасаң да ол жақсы болады, өзгермейді ол. Менен ештеңе жасырмашы. Егер денсаулығында бірдеңе болса, менімен бөлісші. Жандос, Не болды? Ештеңе, отстань. Может, сабаққа кірмей демалып аларсың? Не істеп жатсыңдар? Апай, ештеңе, біз жай тұрмыз. Не анау қолыңдағы? Апай, бұл сіз ойлағандай емес. Так, шығар. Не үшін ақша жинап жатсыңдар? Сендер мектепте жүргендерін білесіздер ма? Апай, біз барлығын білеміз. Жай сізге көмектескіміз келеді. Қайдағы көмек? Не үшін? Иә, апай, сізде ісік бар, ауырып жүрсіз. Біз оны білеміз. Бұл қаражат сіздің еміңізге. Қайдағы ісік, сендер не айтып кеттіңдер? Сонымен қанша ақша жиналды? Бізде 12 мың теңге. Бізде 23 мың теңге. Так, общий қосқан кезде 35 мың теңге шықты. Бұл Дана апайдың еміне жеткіліксіз. Енді не істейміз, достар? Ағай,
Соңғы вариантымыз ол сбор ашу. Балалар, сбор ашу деген қате емес па? Тем более қазір сборға ешкім сенбейді. Ағай, махаббатыңыздың аман алып қалудың соңғы жолы осы болып тұр. Біз де Дана апайды қатты жақсы көреміз. Солай ойлайсыңдар ма? Иә. Онда қалай ашамыз сборды? Ол жағын маған тапсырыңыз. Керек видеоны өзім түсіріп, дайындай беремін. Жақсы, онда бұл соңғы вариант болса, онда жасап көрейік. Ағай, уақыт аз, ойланбай жасаңыз. Рахмет сендерге. Дана, артық сөзің керек жоқ. Мен барлығын білемін. Мынау ақша, жақында тағы да ақша түседі. Турцияда мен достарым бар. Сол достарымның таныстары мықты беделді врачтар. Олар саған көмектесуге дайын. Уайымдамашы. Біз бірге осы ауруды жеңіп шығамыз. Сен не айтып кеттің, Жандос? Мен барлығын білем. Сенің ісік аурумен ауыратыныңды. Қандай ісік? Мен түсінбегенде кім түсінеді, Дана? Сонда осының бәрін ұйымдастырып жүрген сен ба? Сен бірінші менен анық қанығын сұрап алмайсың ба? Түсінбедім. Енді сен айтты ғой, балалар ісік аурумен ауырады. Одан кейін сыныпта талып қалдың. Солай ма? Жандос, ендеше мені тыңда. Біріншіден, менің талып қалғаным ол қанымның аздығынан. Және сен оны білу керексің. Өйткені мен мектеп кезінен солай ауырам. Ал екіншіден, сен айтып тұрған ісік, ол сен ойлағанда емес. Менің аяғым іскен. Себебі мен кішкентай размерлі аяқ киім кигем. Ал үшіншіден, мына ақшаңның маған түкке де қажеті жоқ. Сен не істеп жүрсің баламен бала болып? Сап-сау адамды ауру қылып. Бұдан былай маған жоламашы. Қыздар, жігіттер, бізше негізі үлкен іс бітірдік. Жарайсыңдар. Иә, еще ағайдың көңіл күйін көтеріп, бұл істе қолдау көрсеткеніміз үлкен ерлік болды. О, ағай, как раз сізді айтып жатыр едік. Кім бірінші болып ісік деген әңгімені естіген? Не болып қалды, ағай? Кім бірінші болып ісік жайында естіген деймін? Мен, ағай. Дана апай қандай ісік жайлы әңгіме айтқанын естідің ба өзі? Мен жай ісік туралы айтқанын естідім. Вот сол ісік Мирас. Аяғындағы аяқ киім кішкентай болғаннан кейін қажап тастаған. Сол қажағанның кесірінен ісік пайда болған. Ол қалай болған, ағай? Дана апайдың есінен танып қалған ше? Ол жайдан жай емес қой? Ол қан азықтан. Бірақ мәселе қазір ісікте болып тұрған жоқ па? Сонда бекер жинадық па ақшаны, блинчик, пирожки да қалмады бізге, иә? Нұрдәулет, қойшы. Сонда біздің апай сау, біздің жинаған ақшамыз аяқтың ісігі үшін бе? Иә. Ағай, балдар, қараңдар. Біздің салған видеомыз Инстаграмда 100 000 просмотр, ал ТикТокта 234 000 просмотр жинаған. Не? Иә, оған қоса мыңдаған адам өздеріне репост жасап, достарымен бөліскен. Сонда сен видеоны жүктеп қойдың ба не? Иә, ағай, не болды? Екі камера А. Өшірші. Өшірші, Асан. Өшірші, не? Өшірші. Өшірш будинкті. Айтпайсың мен өшірші деп. Мә. Қайта рахмет айтпайсың мен осы қаздардың даусына. Солардың арқасында ұйқыдан тұрдым. Баран жұмысыңа бас бар. Нан әкеп тіса бір ағай. Дана апай телефонмен сөйлесіп жатқанда ісік туралы айтып жатты.
не болып қалды? Есікті ашпайды. Сорриді. Кір кеттік. Әкешіңіз. Дана? Дана? Тірісің? Ей, өтіп кетті өзі. Ес камера. 3-13-1-1, камера А. Точно барлық дұрыс па? Айттым мен саған. 2 рет айттым десем мойындамайды. Точно барлық дұрыс па деген. Уже 3-ші рет айтам мен жақсы. Нені ұмытып қалдың? Сөзді. Қай сөзді? Үй тапсырмасын ба? Жоқ, ауыстық қой сөзіміз. Жоқ. Жандос деген атты ұмытып қалдым. Апай жалғастыр. Камера А. Қалай, 3-ші бөлім көңілдеріңізден шықты ма? Дәл қазір осы бөлімде сізді не ойландырды, не қызықтырды, төменге пікір қалдырамыз. Біздің каналға жазылуды ұмытпа. Ал егер сен де киноға түсуді армандасаң, бұл мүмкіндікті жіберіп алма. Мына нөмірге жаз, кастингке қатыс, кино сені күтуде.